Бүгін ауыл шаруашылық қызметкерлерінің күні. Бұл айтулы дата биыл Қазақстанда тың және тыңайған жерлердің игерілуінің 60 жылдығымен тұспа-тұс келді. Осы орайда әр өңірден келген еңбек ардагерлеріне арнайы медальдер табысталып, журналистер арасындағы тыңға арналған ең үздік материал байқауының жүлдегерлері марапатталды. Ертеректе жайлауларда шопан той тойланса, бүгінгі күн ауыл шаруашылық қызметкерлер үшін мерекеге айналды. Саналы ғұмырын осы салаға арнаған ардагерлерге ауыл шаруашылық министрі еңбек ері медалін табыстап, елбасының арнайы құттықтау хатын оқыды. Мейрам Сейсенбеков, тың игеру ісінің ардагері, Павлодар облысы. Бірлігі мен татулығы жарасқан еңбек сүйгіш халқымыздың биік тарихи мақсатқа абыроймен жетеріне сенемін. Баршаңызға жемісті еңбек пен жаңа табыстар тілеймін. Нұрсұлтан Назарбаев. Бізге отан наградасын тапсырып жатқан, бізге үлкен қамқорлық жасап келатқан Қазақстанға біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлына рахметімді айтамын. Қазіргі таңда ауыл шаруашылығын түбегейлі реформалау мен тауар өндірушілерді қолдаудың жаңа міндеттері агробизнес 2020 бағдарламасына жүктелген. Мемлекеттік қолдаудың арқасында агроөнеркәсіп секторы инвесторлар үшін де тиімді. Соңғы 3 жылда 383 миллиард теңге инвестиция тартылған. Бұл үлкен көрсеткіш дейді мамандар. Жаңа техникаға қолдары жеткізіп, ешқандай әлгі кемшілігі жоқ. Америкада, Европада қандай техника бар, комбайн болсын, трактор болсын, барлығы біздің тауар өндірушілерге қолдар жеткізіп отыр. 2 есе, 1,5 есе жылда артығымен өнімді астықты алып отырмыз. Еліміздің ауыл шаруашылығының үлесінде 21 миллион гектардан аса егіс алқабы бар. Асатасы бидайдың үлесі 12,5 миллион гектар. Мамандар еліміз әзірге бидайдан тарықпайтынын айтуда. Айбар Төлжанұлы, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.